Келлер Хелен Адамс, американдық жазушы, оқытушы, саяси белсенді және қоғам қайраткері. 19 айлығында Келлер аурумен ауырды. Нәтижесінде ол мүлдем көру және есту қабілетінен айырылды. Сол жылдары мұндай балалармен жұмыс енді ғана қолға алына бастады. Хелен 7 жасқа толғаннан кейін ата-анасы қызына мұғалім табуға шешім қабылдады. Соқырларға арналған Перникс мектебінің директоры оларға жас маман Энн Салливанды жіберді. Салливан қызға деген көзқарасты таба білді. Бұл маңызды жетістік болды. Бірнеше мектептерде орта білім алғаннан кейін Келлер Радклифф колледжіне оқуға түсіп, онда ол бакалавр дәрежесін алды. Әрі қарай ол өзінің серігі Салливанмен бірге өмір сүрді. Келлер өзінің басынан кешкендерін баяндайтын 10-нан астам кітап жазды. Келлер көрнекті меценат және белсенді болды. Ол мүгедектерді оқыту және әлеуметтендіру қорларын қолдады. Нәсілшілдікке, милитаризм және әйелдерді кемсітуге қарсы болды. Американдық азаматтық бостандықтарды қорғау одағының белсенді қайраткері. 1964 жылы көрсеткен қызметі үшін Линдон Джонсон оны президенттің бостандық медалімен марапаттады. 1980 жылдан бастап Джеймс Картердің жарлығымен оның туған күні Хелен Келлер күні ретінде атап өтіледі. Оның бейнесі мәдениетте танымал болды. 1968 жылы 1 маусымда ақш-та дүниеден озған.